Сәлеметсіздер ме? Каналға лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Бүгін қиярға түскен ұры әңгімесін оқимыз. Бір ұры түнде біреудің бақшасына түсіп, қияр ұрлауға келіпті. Бақшаның шетінде жасырынып отырып ойға кетіпті. Мына қиярдан бір-екі қап толтырып ұрлап әкетсем, оны сатып, ақшасына тауық сатып алсам, сосын ол тауықтың балапандарын өсіріп, оның да бәрін сатсам, оның ақшасына ешкі сатып алсам, ол ешкі егіз-егізден лақтаса, ай-хай, ешкілерді өсіріп, сосын оның бәрін сатып, ақшасына үй сатып алсам, жерім кең болса, ой-хой, ол жерге осындай қылып қаптатып қияр ексем, деп тәтті қиялға беріліп кетіпті. Кенет, ал оған ұры түссе қайтемін? Жоқ, мен ұрлатпаймын, күзет қоямын. Ал күзетшілерім мыналар құсап ұйықтап қалса ше? Онда оларды айғайлап оятамын. Ей, қарауыл, ұйықтамаңдар, дұрыстап күзетіңдер, деп ұрсамын дейді де айғайлап жібереді. Ұрының қиялға беріліп кеткені сонша, өзі біреудің бақшасында жүргенін ұмытып кетеді. Бар даусымен айғай салғанда, күзетшілер оянып кетіп, бас салып оны ұстап алып